ағаларымыз насылдым мына қазақтың әрпі. Сына жазу дейді, ойма жазу дейді, бітікші дейді. Соншалықты тіліміз бай. Әр рудың таңбасы сонау дамып Европада руна деп қазақ айтты. Бұл біздің әріптеріміз. Тоқтар Абыздың ақиқат кітабы ғой енді. Қазақта 9 әріп бар. Ө, О, Ү, Қ, Ғ, Ң, Ә, Х. Осы 9 әріп біздің қорғаушымыз, біздің қолдаушымыз, бізді жебеп жасқаушымыз осы 9 әріп. Сол үшін біз өз ана тілімізде сөйлеуіміз керек. Міндетті түрде өз ана тілімізде бір-бірімізбен тіл қатуымыз керек. Құдайға жалынып жалбарынуымыз керек. Кішкентай бөпемізге туыла салып өз ана тілінде ақпарат беріп, онымен де сөйлесіп, әңгіме құрып, қысқасы ана тіл ол біздің қолдаушымыз, қорғаушымыз. Егер ана тілді біз сөйлемесек, тұтынбасақ, жазбасақ, біз онда жетім қозыдай болып жоқ болып кетеміз. Өйткені тіл бізді қорғайды, қоршайды. Мынау әріптер басқа ұлт айта алмайды. Басқа ұлттың тілі келмейді мына 9 әріпке. Ал біз қазақтың ұрпағы сақталып отырмыз осы 9 әріп арқылы. Әрине, мына 42 әріп бар. Ахмет Байтұрсыновтан қалған төте жазулар, Ыбырай Алтынсариннің кириллицаны ұстаған қанша ұстаздар, біз енді 1-2 сараны ғана білеміз. 42 әріпті, иә? Осылай бізге таңба етіп жазып бергендер. Бірақ егер біз ана тілімізде сөйлемейтін болсақ, оны тұтынбайтын болсақ, онымен бүйтіп екеу ара боқтаған өзінде де қазақша боқтаңыздаршы, өтініш. Қарғасаңыздар да қазақша қарғандаршы. Сағынатын болдық қой өз ана тілімізді. Шын айтам. Әр өңірдің, әр елді мекеннің, әр жаңағыдай ауылдың өзінің диалектісі бар. Ұялмаңыздар. Батыстың өзінің диалектісі бар. Оңтүстіктің өзінің қанша диалектикасы бар. Арқаның диалекті, орталық Қазақстанның, шығыстың өзінің айтатын сөзі. Ұялмай, ашық сөйлеңіздер, айтыңыздар. Ролик түсіргенде де өздеріңіз диалекттеріңізді қосып айтып отырыңыздар. Айтпесе жойылып кетеміз. Ана тілімізде сөйлейік. Үлкен өтініш.